Рульдік басқару автокөліктің бағытын өзгерту үшін жасалған. Рульдік басқару қалай жүзеге асатыны туралы айтып өтейік. Руль дөңгелегі рульдік білікке жалғанады. Рульдік білік дегеніміз рулевой вал. Осы рулевой валға біздің руліміз жалғанады да, валдың төменгі жағына тісті дөңгелек бекітіледі. Тісті дөңгелек дегеніміз шестерня. Рульді айналдырған кезде осы шестерня айналады. Осы шестернямен байланыс үшін рульдік тісті тақтайша, яғни рулевая рейка орнатылады. Рульдік тақтайшаға рулевая тяга дейміз, руль тартқышы орнатылады екі жағынан. Және оған палец пен наконечник бекітіледі. Осы палец поворотный механизмге жалғанады. Поворотный механизм дегеніміз бұру механизмі. Осылайша бұрылыс орындалады. Ал поворотный механизмге ступица және тежеу дискалары орнатылып, автокөлік дөңгелегі салынады. Осылайша рульдік басқару жүйесі жұмыс жасайды. Рулевой рейканың корпусы болады. Оған шаң түспес үшін резина саң ұштағыш, яғни пыльник дейміз, сондай салынады. Заманауи автокөліктерде басқаруды қауіпсіз ету мақсатында усилитель орнатылады. ГУР дегеніміз осы. Маңызды рөл атқаратын осы палец деп аталатын деталь. Рулевой наконечниктің ішінде палец қозғалмай тұру үшін вкладыш қойылады екі жағынан. Ол вкладыштар уақыт өте келе желінеді. Міне осылайша крышкамен жабылып, пружина қойылып, ол еш люфтсіз, қозғалусыз тұрады. Рульді бұрған жағдайда осы бұру механизмі бізде бұрылысты орындайды. Уақыт өте келе, қолдана келе, осы вкладыш дегеніміз желіне бастайды. Сол кезде рульді бұрған кезде дөңгелек кішкене кешігумен бұрылыс жүзеге асады. Сол кезде рульде бос жүріс пайда болады. Осылай бос қозғалуы рульдің люфт деп аталады. Люфт ол екі жағында болады, екі наконечникте, екі вкладыштар желінген кезде, және ол мына шестерняда да пайда болады. Осының барлығы руль люфтінің қосындысы болып аталады. Және бізде рулевой валымыз үш бөліктен тұрады. Заманауи автокөліктерде ол биіктігін реттеу үшін үш бөліктен тұрады. Биіктігін түсіріп көтеру үшін заманауи автокөліктерде орнатылады.